Жуықта президент тапсырмасымен шағын қалаларды дамыту туралы мемлекеттік бағдарлама жасақталмақ. Оған кіретін қалалар тізімі биылдан бастап құрылады. Әкелер жақсылығы, тигізер пайдасы көп бағдарламаға енудің өзіндік талаптары бар. Ондай талап түрлері 30-ға тарта. Ол қалалардың дамуына ерекше көңіл бөлінбек. Жақында осындай айы оңынан туған қалалардың қатарына біздің облысымыздағы Степногорск қаласы да енгізілді. Шағын қалаларды анықтау елді мекендерді дамытуға деген оң көз қарас. Тұрғындардың индустрияландырудың жемісін көруінің маңызы зор. Сөз арасында айта кетсек, еліміздегі экономикалық жаңа серпін, үдерістер мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін шетелдер мамандарда көріп, жоғары бағалап отыр. Мысалы, өткен аптада ресейлік миллиардер Онексим компаниясының басшысы, Ресей президенттігіне кандидат Михаил Прохоров кедендік одақта Ресей экономикасының Қазақстан тегеуріне төтеп бере алмайтындығын алға тартты. Ресейліктер көп қаражат қойып, зауыттарды Қазақстанда немесе Қазақстанға шекаралас аймақтарда салуда. Салық төмен, электр қуаты, жұмыс күші арзан деп түйді кәсіпкер. Әрине, миллиардер пікірі мақтауға тұрарлық. Бірақ біз мақтау естуден кенде емеспіз. Біздің мақсатымыз өз экономикамызды одан әрі дамыта беру. Индустрияландыру картасы шеңберінде өткен жылы Ақмола облысында жалпы құны 18,9 миллиард теңгені құрайтын 18 жоба жүзеге асырылды. Осылайша жаңа 2000 жұмыс орны ашылды. Биыл жалпы құны 13,1 миллиард теңгені құрайтын 6 жоба іске асырылады. Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда өңірлерге басымдық берілмек. Біздің бүгінгі жұмыс бағытымыз тұрақты әрі жоғары өнімді жұмыс орындарын ашу. Осыған да байланысты 2012 жылы келесі негізгі мақсаттарды орындау көзделіп отыр. Жұмысын жүйелі дамытатын кәсіпорындарды өндірушілік 2020 және бизнестің жол картасы 2020 бағдарламаларын іске асыру шеңберінде ірі, орта және шағын кәсіпорындардың жұмысын жетілдіру. Индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев. Мемлекеттің өңірлерді дамытуға баса назар аударып отырғанын ескере отырып, ақмолалықтардың да мемлекеттік бағдарламаларды барынша тиімді пайдалануға күш салулары керек. Әсіресе индустриалды инновациялық жобаларды жүзеге асыруда ширақтық керек.